Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бұл қаз бизнес арнасы. Бұл интернеттен ақша табуға арналған канал. Біздің арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк пен колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар достар. Бұл видеода біз Proxy Lite деген приложениені, яғни скачать ететін боламыз. Ол үшін бірінші Play Market деген батырманы басатын боламыз. Одан кейін достар, поисковикке Proxy Lite деген батырманы басамыз. Бірақ обязательно қосып жазыңыздар. Әйтпесе VPN деген бәле шығып кетеді. Енді Proxy Lite деген батырманы басып, міне алсаңыздар болады. Желательно отзыв жазып қойсаңыздар болады. Не үшін екенін қазір түсіндіретін боламын. Бұл жерде последнее обновление 15 апрель, яғни 2020 год. Жақында ғана болды. Яғни айтқанда 10 күн бұрын. Бұл жерде енді біз открыть деген батырманы басамыз. Одан кейін сіздер регистрация батырмасын басып, Google аккаунттарыңызбен желательно кірсеңіздер болады. Одан кейін бұл жерде міне баланс деген тұрады. Менің ID-ім, яғни 37 мыңыншы болып кіріппін. Мына жерде сіздерде промокод дейтін жерде промокодты тастап кетемін. Яғни экраны шығып тұрады. Сол промокодты жасып 62,4 коин жинайсыздар. Бұл жерде коин дегеніміз ақша, 100 коин 1 рубль болады. Бұл жерде ввод средств Kiwi кошелек, Сбербанк, номер телефона СНГ, яғни Россияға, Белоруссияға, одан кейін Қазақстанымызға шығаруымызға болады. Және де реферал деген батырмада, яғни өздеріңіз рефералдар дегенде адамдарыңыз шақырып, туысқандарыңыз, достарыңыз шақырып, қосымша заработок жасай аласыздар. Бұл жерде премиум деп тұр. Премиумда бұл жерде сатып аласыздар, яғни подробный батырмасын басып, өздеріңіз көресіздер. Одан кейін бұл жерде бұл не? Жалпы қандай заработок сайт? Сайт дегенде, яғни приложение. Бұл жерде, яғни жалпы майнинг. Майнинг дегенде мына жерде Proxy Lite Запущен деп тұрады. Яғни сіздер интернетті қосып қойып, кез келген соцсетке кіре бересіздер достар. Жалпы егерде запущен деген батырма тұрса болды, қалғандары негізіне қажеті жоқ. Одан кейін батырманы басқан кезінде майнинг жүріп отырады. Майнинг жүріп отқанда цифр өзгере бастайды. 100-ге жеткен соң сіздер Kiwi кошелекке немесе басқа да өздеріңіздің нелеріңізге, яғни реквизиттарыңызға шығара бересіздер. Одан кейін бұл жерде мен жаңінде отзывты не үшін жаздым достар. Отзывты жазу негізіне керек те емес, бірақ желательно өзіңізге, яғни ақша көп түсу үшін, яғни осы пользователімін маған көмектес дейтін сияқты. Жалпы айтқанда не ғой? Подхалимство ғой, жалпы айтқанда. Не істеудің қажеті жоқ. Тек шындықты айту керек. Одан кейін бұл жерде отзыв жазғанның не пайда? Адамдар кіріп көреді, және өзіңіздің ссылкаңыздан кіріп, өзіңізге қосымша ақша табуыңызға болады деген сөз ғой ол жалпы. Одан кейін бұл приложениенің бір плюсы, яғни пассивный деуге болады, артыңыздан келген адамдармен сәл өзіңіздің доходыңызды көбейте аласыз. Бұл жерде менің доходым, умножительный доходы 1х деп тұр. Яғни менің 1х-ке ғана көбейеді доходым. Егер де көбейтеміз дегеніздер, жаңағыдай айттым, для VIP деген батырманы басып, подробный деген батырманы басып, өздеріңіз вложить етіп ақша табуларыңызға болады. Но бірақ мен вложить еткенге қарсымын. Себебі мен ақша табу үшін вложить еткім келмейді. Мен ақша тауып жатырмын өйткені осы проекттен. Яғни жалпы достар, бұл проект сіздерге ұнаса, осы приложениені басып ақша тауып беріңіздер. Сіздермен бірге болған бұл қаз бизнес арнасы. Осы видеоға обязательно лайк басып, достарын шақырып кетуді ұмытпа. Сендермен мен өте керекті полезный ақпараттармен бөлісетін боламын. Және де өзімнің тәжірибеммен бөлісемін. Келесі кездескенше сау болыңдар.